Армысыздар, құрметті отандастар. Бұл эфирде қазір жүргіземіз мына дін жөнінде және де мына қоғамның ішінде мына діннің рөлі. Ассалаумағалейкум, Сәлім аға. Уалейкумассалам, молда. Біраз болды біздің каналға шықпағаныңыз аға. Мен де сағындым сізді. Халықта Сәлім аға қайда, Сәлім аға қайда, неге шықпай жатыр? Іздеп жатыр сізді. Енді айтып отырмын, Сәлім аға не шаруалар көп, Қазақстанда аралап жүр. Қазір Маңғыстаудасыз ба, қаяқтасыз? Мен не деймін қазір? Жаңаөзенде. Жаңаөзенде. Қазір не деймін? Ақтау айтам қазір. Қандай шаруалармен жүрсіз аға? Халық білсін. Қалай? Қандай шаруалармен жүрсіз сапарда? Мына адамдар шақырған соң келген бұл кездесулерге. Сайлауға қатысты емес па? Иә, сайлауға осы неге қатысты, бәрі осы Тоқаев болдырмаймыз деп. Түсінікті. Енді Сәлім аға, мен қазір сізбен жаңа сөйлестім ғой, мына дін жөнінде сөйлессек, мінекей Совет одағында тудық, ол уақытта діннің рөлі есімізде қалай болған. Мінекей 1991 жылы Совет одағы құрды, Назарбаев билікке ие болғаннан кейін, бұл жерде саясатты өзгертті, өзі атеист, мінекей оның командың бәрі толық атеисттер, коммунистер, Тоқаев та атеист, бірақ көрдіңіз, мына салада жұмыс жасады, ислам дінін жаңағы дамытып, бұл жерде мешіттер салып, балаларды шетелде оқытып, сосын шетелге оқытқан балаларды қайтарғызып, қателік болып қалды деп Сириядан, Пакистаннан ал енді қазіргі соңғы уақытта көріп жатырмыз, мына теріс ағым жаңағы өкілдері кәдімгі тамырларын жіберген экстремистер, әсіресе қаңтарда бетін көрсетті. Осы жерде сізбен қазір пікір алысып, мынау халыққа бірінші экскурсия неге кешегі күндерге нет берсеңіз, қалай болды Совет одағында? Мынау дін, үкімет, мысалы бұл жерде маған маңызды, мынау үкімет жаңағы басшылар дінге көзқарастары қалай болды, қоғамда дінді қалай дамытты ма, жоқ па, осы жөнінде бір кішкентай лекция оқып, сосын бүгінгі қандай неде жағдайда осы дін сұрақтары деп әңгімелессек деген. Бұл енді жағдайда Совет үкіметін айтқанда алдымен ол Ресей патшалығы міндетті түрде айтып кетеміз, қысқаша болса да. Себебі Ресей патшалығы жағалай басынан аяғына тұрған парахор, жылпос, сыбайлас мемлекеті болды. Онда парасыз, бір-біріне жағымпаздықсыз, бір-бірінің алдына жайылусыз, ешбір шаруа шешілмейді. Ол Ресейдің өзінің қағидасы. Сол енді Совет үкіметі соның табанына келді, табанынан құрым. Сол баяғыда Ресей патшалығының тірлігін көрген большевиктер, жаңағы Керенский, Каменев, Зиновьев, Троцкий, Ленин, Сталин, бәрі де 5 саусақ сөйледі. Келгеннен кейін, әрине, ауру алса да әдет қалмайды деген қазақ атамыз. Бұлар аяқ астынан бірден Ресейден үйренген, Ресейден көрген барлық өнерлерден қалай құтылады? Құтыла алмайтыны ол ақиқат. Құтыла алмайды деді, құтыла алған жоқ. Міне келді де отырды, бірінші Совет үкіметінің жасаған үлкен заңсыздығы. Бұлар ұлт құрастырушы ұлт түздеді. Оған нені алды? Міне қылмыстың көкесі басталды қайдан? Олар Киевская Русьтің негізін алып та, Русь оған СК суффиксті қосты да, русскийден ұлтты шығарды. Ол русскийден негізде ол ұлт емес. Ол жасандылар, жасанды адамдар. Сондықтан мына еш уақытта, еш жерде, ешбір тарихта русский деген сөз жоқ. Мысалға мен мына Кавказда болдым, Грузияда болдым, Әзербайжанда болдым. Барлық жерде қазақ деген не ауыл бар, қазақ деген не қала бар, қазақ деген не болмаса тақауымызда көл бар, қазақ деген. Ал енді русский деген
мен еш жерде көрген жоқпын ондайды. Ол бір. Екіншіден, Ресей Федерациясының ата заңында нақты айтылған. Ата барлық республика, Татарстан, Ноғай мемлекет республикасы, Якутия, Башқұртстан, бәлен жаңа бәрі де аталып. Бірақ русский деген аталып атқан жоқ. Яғни айтқанда Ресей Федерациясының өзі русский деген ұлтты мойындаған жоқ. Мойындамағаннан кейін русскийлерге міндетті түрде бір республиканың жерін атап беруге олар ондайға бармады. Себебі бір жағынан еврейлердің орыспен өмір бақи бәсеке болды. Ресейде себебі әр өтеді. Жаңағы ішіп алған алқаштар, күлің анау славяндар еврейлердің үйін, дүкендерін, бала-шағаларын біт-біт шығарып, құрып, ұрып, соғып, сөйтіп өшеді. Міне сөйткен еврейлер әрине көрген зорлықтарын, зомбылықтарын ұмыта алмайды, кешіре алмайды. Бірақ олар русский деген ұлтты мемлекет құрастырушы мемлекеттің құрамына кіргізе қойды. Енді Сталин заңсыздықты жалғастыру үшін 1944 жылы соғыс бітіп-жатқанда байқаңыздар, соғыстың тап басында, аяғында, ортасында ол тиіскен жоқ қазақтарға, мына түрк тілдес халықтарына. Себебі бұларға Кенесары керек болды, Әбілқайыр хан керек болды, Абылай хан керек болды, Исатай керек болды, Махамбет керек болды. Бұларға ішті қоздыратын, намысты оятатын, бисмиллаға шақырып, иншаллаға шақыратын атаулы батырлар, мемлекет қайраткерлері керек болды. Сонда олар ана тиіскен жоқ біздің белді белсенді азаматтарымызға. Міне соғыс бітті-ау, аяқталады-ау деген кезінде Совет үкіметі жеңеді енді немісті дегенге көзі жеткесін, бұлар тікелей қазақты құртуға кірісті. Қалай кірісті? Міне тамыздың 9 күні 1944 жылы Сталин жабық партия комитетінің бюросының отырысын өткізеді. Өткізеді қаралған мәселесі қазақ Ресейдің тарихын өзгерту. Сол кезде Дагестандық тарих Василий Дастаевқа тапсырма берілді. Сен қайтадан тарихты жазасың. Бірақ барлығына бұрынғы орыс несі жазылған россиянин деген сөзді русский деп жазуың керек. Мысалы, русский писатель Александр Пушкин, русский поэт Лермонтов, русский композиторы Мусоргский, Чайковский, Доргомышский, Глинка. Осының бәрінде русский керек болды. Художниктер, суретшілер Левитан, Айвазовский, Шишкин бәрінде русский болу керек. Соның бәріне міне Сталин бұйрық бергенге Василий Айвазовский тарихты қайтадан жазды. Бірақ онымен Сталин тоқтаған жоқ. Ол бірден бұйрық берді. Барлық қазақ мектептерінде, Қазақстанда, мектептерде, арнаулы орта орындарында, жоғарғы оқу орындарында қазақтың тарихы жарияланбау керек, насихаттанбау керек. Мен есімде бар мектепте оқыдым, қазақтың тарихы мен өтірікші болмайын. Әрі кеткенде бір 100-120 бет. Оның ішінде бірінші халықтың құрастыру жердің үстінде, екінші мына орта ғасыр Европадағы, соның ішінде мына Англия, Франция, Германия, Испания, Голландиялар. Сосын Американы басып алу, ашу, Колумбтың, Христофордың, Васко да Гаманың екеуінің. Міне, осыдан басқа қазақта тарих болған жоқ. Сосын біздің тарихымызды орыс бізге бақыт әкелді. Орыс бізді оқытты. Орыс бізге бәрін үйретті. Біздің ұлы бабаларымызды, Еділханды, Атиланы, оны парсыларға қосып жіберді. Біздің Турхан ханымды, Томиристі, Массагеттің сақтардың несі, патшасы, оны өтті Ирандарға қосып жіберді. Біздің ұлы бабаларымыздың бәрін Шыңғыс ханды, Бату ханды, Жошы ханды, оның бәрін монғолдарға қосып жіберді. Монғолдар да ойдан шығарды. Ол негізде монғол деген сөз қазақтың жалғасып отқан тайпалары, мәңгі қол деген сөз, мәңгі жалғасып отыр ана шекараның ар жағына қарай деген сөз. Сәлім аға. Соның бәрін Сталиннің бұйрығымен өзгерттірді. Сәлім аға, мен кешірім сұрап. Содан басталды. Енді Совет үкімет басталды. Иә, Совет үкімет басталды. Совет үкімет басталғаннан бірінші қазақты кеміту керек болды. Қазақ пен украиндарды.
Себебі батыста өмір бақи орыс патшаға қарсы соғысқан украиндар, шығыста орыс патшаға қарсы соғысқан біздің қазақтар. Сол қайткенде де үзілді кесілді, екі ұлтты жоқ көруге жоқ қылу керек болды. Сәлем аға. Шыңғыс ханның империясы. Сәлем аға, бір минут. Алтынорда. Сәлем аға, кешірім сұрап сөзіңізді бөліп жіберейін. Біз қазір мынау не жалпы мынау тарихқа көшіп кетпейік. Менің ойым мынау не сұрақты кішкене былай сузить дейді ғой. Дін жөнінде. Мынау Совет одағынан қалай дін бізде дамып жатыр. Совет уақытында, мысалы, қазір мұсылмандардың саны көбейіп жатыр. Совет уақытында деп сұрап жатқансыз ғой. Мысалы, сізді өзіңіз Совет уақытында сіздің достарыңыз мешітке барды ма, жоқ па, дінге биліктің, үкіметтің көзқарасы қандай болды? Мінекей сосын Назарбаевтың кезінде қалай болды бүгінгі күні? Біз әйтпесе қазір мынау созылып кетуі мүмкін. Біз қазір бір минут. Мінекей, бір минут. Бір минут аға. Құрметті достар, құрметті көрермендер, мына бейнені көріп жатқанда сіздер аямай мінекей коммент жазсаңыздар, лайк қойсаңыздар, сөйтіп мынау YouTube-тан өздері сондай нелер бар, алгоритм дейді. Егер қарап жатқан адамдар коммент жазып лайк басса, онда жаңағы көбірек адамдарға рекомендация береді. Сосын бөлісіңдер таныстарға. Бұл маңызды тақырыптар. Мысалы, сіз көріп жатасыздар, мындай каналдар көп емес, мынандай нақты саяси маңызды тақырыпты көтеріп, сіздерге жеткізу үшін жұмыс жасап жатырмыз, Сондықтан мына дін мәселесі ол өте маңызды, мына біздің тарих өте маңызды, мына орыс әлемі мәселесін көтеріп жатырмыз, Сәлем ағамен тағы да көтереміз, бұл жерде Сәлем аға дұрыс айтады, орыс деген ұлт жоқ ондай ұлт. Ал қараңыздаршы, жоқ ұлт бізді қазір басып, біздің жаңағы саясат жүргізіп жатыр. Жақсы, сөзді сізге бердім аға. Жалғастыра беріңіз. Дін жөнінде. Бұлар бірінші неден бастады? Ана батыс жақта Украинаны құрды, шығыста қазақты құрды керек. Ол үшін не керек? Ол үшін Қазақстанға қойған басшылары қазақ ұлтына қарсы шығатын басшы болу керек. Мысалға, 19 жыл Ырғызда тоқалар көтеріліс жасаған кезде, оны басу үшін шоқынған қазақ Николай Степнов, Али Бижангелді деген. Соны Ленин өзінің берген мандатымен чрезвычайный комиссар по Тургайскому крайден әдейі оған айтты: сіз бізге көмектесуіңіз керек, мына халықтың көтерілісін басшы беру деп. Болды, сосын онымен кетті. Қырып тастады. Қырғанда жай құру емес. Ауылдарға келіп, ауылдағы бала шаға, кемпір, дым қалмай, дым қыз әскерлер сойды, атты, қырды, өлтірді, зорлады, дым қалдырған жоқ. Енді содан кейін басшыларды қойды, қандай басшыларды? Міне Голощекин деген келді. Голощекин деген еврей ұсыныспен шықты Сталинге. Мына біз қазақтың интеллигенциясын жоқ қылмасақ, қазақтарды бізге бағындыру өте қиын болады. Себебі қазақтардың интеллигенциясы мына кімдер? Миржахит Дулатов, Жүсіпбек Аймауытов, Алихан Бөкейхановтар. Бұлар данышпан адамдар, өте білімді, өте жоғары сауатты адамдар. Бұларды жоқ қылмасақ, бізге болашаққа Совет үкіметін қолда ұстауға өте қиын болады деп. Сондықтан нелер Сталиннің сұрағаны бірінші. Индеецтерді ағылшындар қалай құртты? Оны айтты. Индеецтерді құрту үшін ағылшындар әуел олардың бизондарын өлтірді. Ірі қара малдарын. Бизондарын өлтіргеннен кейін, малсыз қалғаннан кейін, испандар, ағылшындар, европалықтар индеецтердің бәрін бірінші шығарып жоқ қылды. Сонда ол айтты: қазақтарды құрту үшін малын құртыңдар. Біздің қазақтың малы енді қой, жылқы, түйе. Біз енді ірі қара сиырды ұстаған жоқпыз, қой, жылқы, түйе. Осыларды құртыңдар деп. Соны келіп, ауыл-ауылды аралап, қыз әскерлер жүріп, малдарын қырып тастаған. Бауыздағанда атты, олармен қосып жаңағы малшыларын, әйелдерін, балдарын дымда қалдырған жоқ. Бұл өте ауыр заман болды. Оның үстіне Голощекин бірнеше қайтара Сталиннің атына хатпен шықты: маған адам өлтіретін тізімнің адамдарын көбейтіп беруіңізді сұраймын. Ол мысалға береді, мен 5000 адам, 5000 қазақты өлтір деп. Ол тағы да сұрайды, әр кезде 1-2 күні кейін тағы да беріңіз деп. Одан орнына келіп Мирзаян келді. Мирзаян деген оңбаған, ол армяндардың дашнактары болған. Ақ кезде Совет үкіметіне қарсы соғысқан. Мирзаян дашнактарына келді. Кезінде Сталиннің айтқаны бар бір отырысында: шамалы уақыттан кейін біз Мирзаянды Қазақстаннан алып кетпесек, Қазақстан Арменияға айналып кетеді. Себебі ол бүкіл армяндарды Қазақстанға келді. Мына Азербайжандар ғалымдарының есебі бойынша қазақтарды 3 миллион қазақты армяндар өздері өлтірді. Атып, бауыздап, сойып, қырып, дым қалдырмай. Міне
осындай міне совет үкіметінің қайраткерлері қазақтарды құруға барлық іс әрекеттер жасады, аянған жоқ. Сосын бізге енді мен ашық айтамын, бізге мына Гитлерге рахмет айту керек, екінші дүниежүзілік соғысын бастаған үшін. Себебі соғысқа дейін, екінші дүниежүзілік соғысына дейін, 41 жылға дейін, соғысқа дейін совет үкіметі 5.300.000 қазақты қырып тастады, күшті қырып тастады, дым қалдырмай. Аштықты ұйымдастырды, 31-ден 33-ке қарай. Ол кезде 3 миллион қазақты өлтірді. Алдында 2,5 миллион қазақты атып қырып, оны Хрущев 62 жылы мойындады. Кімге ұрысқанда? Юсуповқа. Сен ақылды адамсың, бірақ сен білуің керек еді. Біздің мақсатымыз Қазақстан мен қазақ халқын қырып тастау, қазақ тілін жоқ қылу. Енді біздің мақсатымыз қазір ассимиляция жасаймыз, қазақ тілін жоямыз, әдет салт ғұрпын несін бәрі жоқ қылу керек. Қазақ жойылу керек бір жолы. Міне орыстар соған большевиктер барлық күшін салды. Тек мына Гитлерге рахмет, 1941-46 жыл, 45 жыл соғыс бастағаннан кейін Құдай бізді сақтап қалды аман есен. Гитлер бізге, Ленин, Сталин бізге ашып күшті көрсете алмай қалды. Одан басқа біз қазір баяғыда болған қазақ жоқ болғанда бүгінгі 50-60 миллион қазақ болатын едік. Енді тағы да құрту жолы қандай? Қазақты оқытпады. Баяғы 1845 жылы Александр II 3 бұйрық шығарды. Бірінші бұйрық: о запрещении преподавания в киргиз-казахских школах точных наук, қазақтарды оқытпау керек болды. Соның үшін жатып отыр: математика, физика, химия, алгебра, биология, бәлен. Рұқсат еткені бастаушы орыс тілі, бастаушы тілі. Соған мына бізге татарлардың дімшелерін жіберді, молдаларын насихаттауға. Сосын екінші шыққан жарлығы: запретить казахам занимать должности высшего волостного. Болыстан жоғары көтеруге қазақты болмайды. Үшінші жарлығы шыққан: запретить казахам проживать по берегам крупных озер, рек и морей. Соныңшы жазған: Иртыш, Волга, Жайық, Зайсан, Арал, Балқаш, Каспий. Мына барлық нелердің, теңіздердің, көлдердің, үлкен өзендердің жағасына қазақтарға өмір сүруге совет үкіметі шек қойды. Яғни айтқанда бізді мына құнарсыз, сусыз жерлерге айдап жіберіп, міне бүгінгі күні совет үкіметінің бар кезінде қазақтың бәрі онкологиялық, туберкулездік ауруға айналды. Барлық облыстың орталығы бар ма? Қай облысқа бар ма? Барлық жерде онкология мен туберкулездік ауруханаларында жатқан тек біздің қазақтар. Біздің қазақтар, оны жасырмау керек. Өкінішке орай Қонаевты мақтағысы келеді, татар Қонаевты. Бірақ Қонаевты мақтайтын ештеңесі жоқ. Себебі Қонаев осы жағдайды өзгерту ешқандай тірлікті жасаған жоқ. Қазақтарды көтеруге, мына қазақ тілін дамытуға, қазақ тілін көпшілікке жеткізуге, қазақ тілінің іс құжаттарын қаратуға Дінмұхамед, татар Қонаев бірде-бір әрекет жасаған жоқ. Сондықтан біздің қазақтар совет үкіметінің кесірінен біз жоғалуға айналдық, жоғалуға. Біз енді айтып отырмыз, шамалы уақыт болғанда, мына тек Гитлердің соғыс басталуынан біз шын жоғалып кетеді. Бірақ міне бүгінгі күні совет үкіметінің арқасында, жасаған әрекеттердің арқасында, міне қазақтардың көбісі шұбар тілді болып кетті. Ана тілін білмейді. Ал сөйлеп жатқандары бір сөзді қазақша айтса, екі сөзді орысша айтады, екі сөзді орысша айтса, үш сөзді қазақша айтады. Мен айтамын, сендер мыналарың ұят емес пе? Сен көрсетші маған бір мышықты, мияулап отырып ит жүрген. Я итті көрсетші, үріп отырып мияулаған. Міне бәрі осы совет үкіметі. Бірақ совет үкіметі жайын емес, ол орыстардың мемлекеті. Себебі 44 жылы Сталиннің жарлығынан кейін барлық айналдырған еврейлерді, россияндардың бәрін орыс, русский деп атады. Бірақ орыстарды бірде-бір жер үстіндегі ұлт мойындаған жоқ. Әсіресе дамыған ұлттар, ағылшындар, француздар, испандар, итальяндар, шведтер бәрі де біледі, орыстың ондай ұлттың болмаған. Себебі шведтер енді Карл 12-ші 1709-1706-дан 1712 жылға дейін бірінші Петрмен 4 шайқасын өткізді. Ол орыстарды 5 саусақ деп білді. Сонда олар бәрі де көрді. Русский деген ондай ұлт болған жоқ. Россиянин деген, ол кезде москвич де, московик деп. Бірінші Петр 1721 жылы Ресей империясын жариялағаннан кейін бәрінде россиянин деп атады. Бірақ россиянин деген ол орысқа қатысы жоқ.
орысқа. Себебі Византияда Росит деген сөз мына солтүстіктен теңіздерден келген швед, фин, норвегтердің варяктары, жендеттері, бас кесерлері. Солардың бәрін византиялықтар Ростар деді. Он келді бірінші бөлімде Росты Россия деп қойды. Россия мемлекеті болды. Сөйтіп неткеде бірінші бөлімде алған русский деген сөзді. Себебі русский онда болған емес тарихта. Оны бірінші бөлімде түсінді. Міне орыстарға Совет үкіметі Сталин бастаған. Орыстарға қазақтың бұрмалауға түсті. өшіккенсіз. Мен де сондаймын. Дін жөнінде нетсек, дінге алып барайық енді. Дін. Орыстар дін мәселесі мінекей қазір мен қазір мазалап тұрған, мені және де мына бұлай ойланатын халықты ойластыру керек, толқындыру керек. Мынау теріс ағымдар менің көзқарасым бойынша Қазақстанда дамып жатыр. Мына дін жаңағы вахабит, салафиттер. Мен сол жаңағы сіз әрине совет уақытында біз Қазақ СССР болды, ол уақытта Москвадан саясат жүргізді. Олар әрине мына орыстар сол анау Екатерининдан бастап, Петрдан бастап, олар бізді адам деп санаған жоқ, бізді жерімізді тартып алып, қырып тастау, өздерін жаңағы араластырып, басқа ұлттарды әкеліп, қазақты қырып жерін тартып алу, анау Америкада сияқты ғой, мысалы, ақ адам барады да, индейстердің барын қырып басып алды. Міне, дін, міне, осы дін жөнінде сөйлессек қазір. Енді біз деген бұл тақырыпты көтердік, Алла бұйырса тағы да көтереміз, жаңағы ұлттардың мәселесі. Мен қазір діндердің мәселесін нетін келіп тұр, дін. Дінге, мысалы, мынау не дейді ғой, дәстүрлі дін. Совет үкіметінде орыстар көп болғандан кейін православие болды, және де ислам. Сол уақытта қандай деңгейде болды. Және бүгінгі. Сосын сіз бүгін дін саласында үкіметтің жұмысымен қанағаттанасыз ба, жоқ па? Мынау Тазабековтар. Ержан, совет үкіметінде орыс көп болған жоқ. Жасанды орыстарды көбейтті қолдан. Себебі мына Қазақстанға тыңға әкелген адамның бәрін Беларусь па, украиндар ма, басқа ұлттар ма, молдавандар ма, бәрі де русский деп жазды. Мына Өзбекстанда қазақтың бәрі өзбек деп жазды ғой. Біздің Қазақстанға әкелген басқа ұлт өкілдерінің бәрі де русский деп жазды. Сол себептен мына басқа тілді білмегеннен орысша сөйлегесін біз өзімізше ойлап көттік, айтып кеттік, орыс көп. Мына жерде русский много, а орыс жоқ жердің үстінде. Себебі мен әнеугіні сұхбат бердім. Орыс тілі жоқ, русского языка нет. Жоқ орыс тілі. Сәлім ағай. Бірден-бір орыс тілі жоқ. Мен бұл жөнде... Енді совет үкімет келгесі мына Қонаевтан кейін Назарбаев келді. Назарбаев өте арам оң балан алаяқ. Бұл қалмақ. Бұл Рахат Әлиев Бекер ана өзінің шоқынған атаңында несінде кітабында «Крестный тесть» деген. Ішінде ашық айтты. Назарбаев однажды в состоянии алкогольного опьянения признался, что казахи уничтожили моих предков. Я должен уничтожить казахов. Вот солай барлық әрекетін жасады. Қаршы жана бір рет қалай айқайлап жатыр. Что за безобразие? Русские пишут заявление, им ответ дают на казахском языке. Ну-ка снять таких с работы начальников. Ол не деген мазақ қылу. Қазақ мемлекетінің басшысы қазақ тілін мойындатпай тұр. Енді мынау келіп міне Тоқаев. Тоқаевта ол қазаққа жаны қосылатын, бауырын басатын қазақ емес. Себебі орыстардың несімен бірінші ол орыстардың күйеу баласы. Қайын жұрты орыс бәрі. Әйелі Надясы бар, баласы бар. Тем ол қазақша түк қақпайды қазір міне 30-дан асып 40-қа келіп қалған. Қазақша түк қақпайтын. Солар тұрған кезінде Тоқаев ешқайда аттап кете алмайды орыстан. Ол орысқа бауыр тартып отырады. Жаны тартып отырады, бауыр басып отырады, ешқайда кетпейді. Сонда Тоқаевта мына Назарбаевтың жасаған әрекеттерін қазақты жоқ қылуы. Тоқаев сонда жасап отыр. Қалай жасап отыр? Міне кеше ешбір себепсіз соғыс жоқ, апаттар жоқ табиғи, жер сілкіністер жоқ, су тасыған жоқ. Орыстың 1 миллион орысын Қазақстанға кіргізіп алды. Енді Путинге уәде берді, я обещаю, что откроем 200 русских школ. Bu ne diyor masқара. Басқа мемлекеттің басшысы, Ресейдің мемлекеттің басшысы айтып жатыр. Нам надо открыть общество по защите русского языка. Ай, бізге не керек ол орыс тілі? Көк түгілсіз орыс тіліне. А ол өзі қазақша білмейді. Мен мына баяндамаларын тыңдаған кезде адам тыңдап оянады, көміліп тұрады, шұлар тілі, қақалып шашалып тұрады. Орысша бұл жан қытайша, орысша бұл жанын салып сөйлейді.
Сондықтан Тоқаев қазақтың дұшпаны. Бүгінгі күні бұл мына неге түсіп жатқаны сайлауға. Бұл қазақ мемлекеттің басшысы ретінде емес. Себебі өзінің ана нелерінде демократия туралы бағдарламасында бір ауыз сөз жоқ. Екінші қазақ тілі туралы бір ауыз сөз айтқан жоқ. Мына қазақ тілінде тұрамыз, қазақ тілін дамытамыз, қазақ тілін үйретеміз. Ол ондай жоқ. Оның тек айтып жатқаны елді көтереміз, жерді көтереміз, елді байытамыз, әлемді ұшақ өзінің етіп жатқан жаңағы ұсыныстары. Мен айтып отырмын, Тоқаевқа сеніп болмайды, ол қазақтың дұшпаны, ол қазақтың жауы. Біз егерде қазақ боламыз десек, біз міне 30 жыл ана қалмақ оңбаған Нашанжордың таяғын жедік, опығын жедік, бейшаралыққа түстік. Енді соны тоқтатамыз деп, мына Тоқаевты кетірмеу керек. Тоқаев таза сатқын, бұл сатқын. Қазақты сатуға дәл тұрған адам. Бұған сенуі болмайды. Сонда бүгінгі уақытта мына сайлауға қатысып әрекет жасайын деп жатқан Тоқаев, ол Қазақстан мемлекетін көтеру үшін емес, қазақ ұлтын көтеру үшін емес. Ол өзінің амандығын сақтап, Назарбаевтың ішкен жеген жерін жасыру үшін істеп отыр бәрінде. Бұған президенттік ұрлық үшін, сыбайластық үшін, жемқорлық үшін, парақорлық үшін. Қараңызшы, міне бұл келгеннен бері дұнғандармен қырқысты, курдтармен қырқысты, сотталып жатқан кілең қазақтың балдары. Арыста қарулар, оқ дәрілер жарылып жатыр. Ешкім кінәлі болып жатқан жоқ. Міне қаңтардың басында 2022 жыл, міне қазір 11 ай өтті, 11 ай. Мен міне тергеушімін тәжірибелі, білім мәжілістері тергеуші болып. Бір адамның несі ашылған жоқ, аты айтылған жоқ. Кім өтектің күйдірген? Кім суды қайнатып қазақ балдарының үстіне су құйған? Біреуінің аты айтылған жоқ. Неге? Себебі бұл өзі кінәлі. Бәрінде білдіріп, рұқсат тәуекелінде беріп жатқан бұл өзі Тоқаев. Бірақ айтып жатыр, Тоқаев заң қабылдады, қол қойды, мына зомбылық, зорлық жасаған үшін қылмысқа тартылсын. Қалай тартады? Мен әрқашанда айттым да айтамын. Тергеуші, полицияның бастығы еш уақытта өз еркімен адамды ұруға, соғуға бармайды. Оған тәуекел болмаса жоғарыдан. Жоғарыдан жалғыз тәуекел Тоқаевтың тәуекелі. Баян Назарбаев 86 жыл қырғыздырды қазақтарды. 2011 жыл Жаңаөзенде шетпеде қырғыздырды қазақтарды. Бірақ біреуінің аты шыққан жоқ. Кім кінәлі? Кімді жауапқа тарту керек? Ешкімді естіген жоқ. Назарбаев бұған өзінің тәжірибесін айтып жатыр. Мен баян Алматыда қырғынға салды қазақтарды, міне Жаңаөзенде шетпеде салдық. Бірақ қазақтар оттайды да қояды. Бұлар халық емес, бұлар еркектер емес. Бұлар жағалай тек сөйлеп қояды да, сосын көпелеріне басып тығатты, тыныш отырады. Мен айтқандай тірен диван батырлар деп. Ашық шайқасуға мына Кавказ халықтар сияқты. Өшті қайтар олар бармайды. Ол Назарбаев мынаған үйретіп отыр. Бұл да сол көргенсіздік бәрін жасап отыр. Енді бұл міне 7 жылға президент бұл сайланғысы еттің. Неге? Бүкіл ұрлықтар жастыру үшін, соның ішінде өзінің де жегендері бар. Оны мен ашық түрде айтқызамын. Міне шығады менің сұхбатым Тоқаевтың баласының екеуін жегендер туралы. Тоқаев тек сол ұрлықтарды, жеген-ішкендерді жасыру үшін президент болуға ынталанып отыр. Неге неше түрлі заңдар шығарып отыр? Бұл сосын қарашы, президент болғаннан кейін уәде берді. Все законы больше нарушаться не будут. Қайда не будут нарушаться? Ата заңын Назарбаев жақты қалта кітапқа айналдырып. 32 өзгерісті енгізді, 32 өзгерісті. Бұл масқара ғой. Американың декларациясы независимостен, егемендік туралы декларациясының 1790 жыл қабылдаған. 10-ақ өзгерістер енгізілді. Англияда шіркеулер жинағы, соборное уложение 1649 жыл қабылданды. Стюарт Луидің бірінші Стюарттың басын шапқанда. Содан бері бір заң егілді, бір сөз қосылған жоқ ішіне. Жапония мына құлдырағаннан кейін 1947 жыл ата заң қабылданды. Бірде-бір сөз, бірде-бір әріп қосылған жоқ. Біздің ата заң Назарбаевтың қолды қалтағы кітабы, енді бұл Тоқаевтың қалтағы кітабы. Тоқаевтың бірінші мақсаты, көкейтесті, үлкен мақсаты. Ол бізді қазақтарды басқысы, ол қазақ адамға санамайды. Санамағасын, ол тек айта береді, маған халық оған керек жоқ. Халық оған күл, топырақ аяқ астында жатқан. Себебі өзі ата заң өзгертілді, өзі референдум.
пікірталасты өзі өткіздірді. Өзінің құрылтайын өзі жасаттырды. Енді міне аяқ астынан келіп та президенттік сайлауды өткізу мен өз еркімен кетуге дайынмын деп барлығымызды мысқылдап күлкіге салып отыр қазақтың барлығын. Ол бүкіл қазақты келіп отыр. А біздің қазақ өкінішке орай көбісі тек ішкен жегендеріне мәз. Бірақ болашақ бар ма? Жоқ па мына балдарым үшін, немерелерім, шөберелерім үшін. Өзінің бүгінгі тірлік үшін, бүгінгі күн көріс үшін өмір сүріп жатыр. Мен соған қатты қарным ашады. Қазақ жігіттеріне, әйелдеріне. Мен соған не отқаным. Сонда мына бүгінгі уақытта мына Совет үкіметінің мына жасандылары, Назарбаев, Тоқаев, бұлар Совет үкіметі жасандылар бәрі. Бұлар Қазақстанды жоқ қылуға барлық күшін әрекетін салып жатыр деп мен ашық айтамын. Бізді жоқ қылу керек Қазақстанды. Қазақ ұлтында жоқ қылу керек. Дұрыс. Біз ана тақырыпқа көшкен жоқ, енді көшетін уақытта жоқ. Осы әңгімені қорытындасақ, мінекей сіздің көзқарасыңыз бойынша, мынау Тоқаев Назарбаевтың жұмысын жалғастырып жатыр. Тоқаев мына 7 жыл мерзімге жаңағы қайтадан кірмек басты мақсаты Назарбаев екеуінің қылмыстарын жасыру үшін деп. Мен дұрыс түсіндім ғой, сіздің ұстанымыңызды. Бұл жерде анау не орыс әлемінің қолын көп тұрған жоқсыз ба? Русский мирдің. Мен мысалы 7 қаңтар күні не қойдым, осы жерге сараптама шығардым. Жаңағы мына аналитиканы қаңтардағы қан төгісті ұйымдастырған арнайы операция бәрін жаңағы терроризмді мынау халық шығарып, сосын ол халықты қарсы жазалау операциясын өткізіп, қырып, сосын мынау акты вандализма, терроризма жасатып, сол акт істер бойынша қылмыстық істер қозғап, сөйтіп мынау қазақтың жаңағы біріншіден мінекей 9500 адамды неден өткізіп жаңағы анау Белоруссияда жасаған анау не ұрып соғып болашақта неге шықпайтындай қорқытып, прививка дейді от митингов. Сосын 1000 жарым адамға іс қозғатып қылмыстық іс. Соның ішінде белсенділер бар жаңағы, оларды соттатып, анау 1000 жарым адамға ұрып қорлап жаңағы жасамаған былықты жаңағы қылмысты мойнына ілгіздіріп, сосын мінекей өздерінің қылмысты соларға іліп, енді ең басты мынау орыс әлемін кіргізді. Тоқаевты қойып, Тоқаевтың қолымен жаңағы қазір саясат жүргізіп жатыр. Мен ашкерлеп жатырмын. Менің көзқарасым бойынша Назарбаев жоқ. 28 желтоқсаннан бастап ол саяси өлік, мәйт, саяси мәйт деп. Мен бұл жерде бізде енді көріп тұрмыз, бізді көзқарас қарама қайшы. Сіз айтып жатсыз, Тоқаев, Назарбаев жалғасып келе жатыр. Мен айтам, Тоқаев, Назарбаев жоқ. Тоқаев гауляйтер, орыс оккупациялық жүйенің гауляйтері, орыс әлемінің. Мен жақсы көріп тұрмын, орыс әлемінің қазір мына жерде кіріп жатқан бизнесмендері, саясаткерлері, мынау жүрген неше түрлі уағызшылар, мынау мысалы мынау кім қазір шулатып жатыр Инстаграмда. Мынау кім Марғұлан Сейсенбай, қазір сізге шығарайын көретіндей фотографияны. Мынау Марғұлан Сейсенбай деген кісі бар, білетін шығарсыз. Шықты ма фотография? Нешті бар ғой, мұны білмеймін. Бұларды өзі байып алған адамдар ғой. Шықты ма сізге фотография? Фотография шықты ма? Фотография шықты ма деймін сізге экранға? Мен бұларды бір керемет бизнескер, кәсіпкер деп санамаймын. Тыңдап алыңыз аға, ойымды жеткізейін. Аға, мен ойымды жеткізейін. Марғұлан Сейсенбай және Бейбіт Әлібеков форум өткізеді дейді. Оған қатысады дейді. Мынау жаңағы неден келген, Ресейден келген Шамиль Аляуддинов. Енді қазір бәрі не ғой, заман, мынау интернеттің заманы, бәрінде нелер бар жаңағы, Инстаграм, неше түрлі нелер бар. Ол жаңағы соны пайдаланып, бұлар қазір үгіт насихат жасап жатыр. Мінекей көрдіңіз ғой, орыс әлемі кіріп жатыр бүкіл жерден, дін жағынан да келіп жатыр, басқа жақтан да келіп жатыр. Сөйтіп міне басып жатыр бұлар. Сол қорытындап, мінекей сіз айтып жатсыз, бәрі жаңағы Тоқаев жалғастырушы. Ал енді не айтасыз, мінекей мынау адамдар не істей алады дәл осындай жағдайда? Ол адамдар дымды істей алмайды деуге болмайды. Жаңа мына мен бір адам қасында, мына мен неде көрдім ғой, Жаңаөзенде. Не істей аламыз дейді. Бүгін істей алмайды деуге болмайды.
әр адамға Құдай қол берді, аяқ берді, құлақ берді, тіл берді. Өзіңнің жоғыңды жоқтап шығуға сен міндеттісің. Айтуға тиіссің. Мен де міне шықтым осылай. Мен де көп таяқ жедім, опық жедім. Мен ана КГБ-лерді қаматып сүйретіп жүрді. Соткада салды мені. Бірақ Құдай бар болған соң мен Құдайға сенемін. Құдай адал, әділ деген адамды еш уақытта жалғыз жолда тастамайды. Дұрыс, қиындық болады, қиындықсыз ештеңе жоқ. Сонда мен мына адамдардың бәріне, бауырларыма, қазақтарыма айтамын. Біз болашағымызды ойлайтын болсақ, мына үзілді-кесілді мына Назарбаевты бүкіл бандысынан, мына сенатта отырған, мәжілісте отырған, үкіметте отырған министрлерді, мына Тоқаевтың қасында бүкіл бандылар, Назарбаев, Тоқаев, бұл да Назарбаевтың бандысының бір мүшесі. Бүкіл облыстық әкімнің, аудан әкімдері бәрін жұмыстан босатып, мен айттым, біз ауыспалы үкіметті құруымыз керек. Мен халқым айтып отырмын. Мен міне бүгін өтен Сәлім Сағындықұлы, міне күшіздің жігіті, табынмын мен. Мен дайынмын қазақтың ауыспалы үкіметін басқаруға. Қазақстанды аяққа тұрғызуға мен 100% уәде беремін. Мен себебі білемін өзім жағдайымды. Мен енді талай басқарған адамым ғой, талай жерлерде. Жоқ жерде, чегіс жерде мен көтеріп аяққа тұрғызған адаммын. Жоқты тұрғызған. Сонда мен міне айтып отырмын. Бізге қазір бас қосу керек. Тоқаевтан үзілді кесілді құтылу керек. Ар намысы бар болса, өзін ойлайтын адам болса, балдарын ойлайтын болса, бейшара құсап, жексұрын құсап, мен не істеймін, ондай ой сала болмау керек адамда. Ол ұят болады. Егер де өзін адаммын деп санайтын болса, ондай тайыз, шолақ, шорқақ ойлар адамның мына ойында тілінде тұқ, мына ойында да болмау керек, жүрмеу керек, айтпау керек қазақ. Біздің мақсатымыз Қазақстанды жоқшылықтан шығару. Мынау соңғы ғасыр бола ма қазақ, болмай ма? Кейбір надандар ойлайды, міне өзімне тамағым жоқ, балдарым тамақ жеп жатыр, жарайды. Мен айтамын, сен өлесің ертең. Немерелерің, шөберелерің қалай күн көреді? Оны ойламайсың ба? Сен соны ойлау керек. Болашақты ойлау деген содан басталады. Өзіңнің күн көрісіңді емес, қатын мен балашағыңды емес. Болашақ немере, шөбере, шөпшектеріңді бір аяққа тұрғызып тұр, сенің нелерің. Міне соған күш салу керек. Ал Тоқаев қазір отырса, бұл қайткенде де бізді жоқ қылуға тырысса. Барды күші. Себебі елді бүгінгіні басқарып отырған Назарбаев. Назарбаев сен жағадай өлік дегенмен жоқ. Ол Назарбаев, ол Тоқаев өлік. Назарбаев ол би. Ол ұстап отыр Тоқаевты, қолынан нық ұстап отыр. Себебі Тоқаевтың барлық кемшіліктерін Путинді Назарбаевты жақсы біледі. Сонда ол тыпырлай алмайды қарсы ештеңе. Айта алмайды, істей алмайды. Сонда бағынады, амал жоқ. Екеуі де бағынады Путинге, Тоқаев Назарбаевтен Путинге бағынады. Осылай болып тұрған, байланып қалған, шиеленісіп тұрған бұл. Шие. Дұрыс, жақсы аға, 38 минут эфирде болдық. Құрметті отандастар, құрметті канал көрермендері. Біз осы халқымызға жеткізіп отыру біздің міндетіміз. Көтеруіміз керек қазақтың санасын. Ар ұятын оятуымыз керек қазақтың. Бар ма бұл ұлт, жоқ па? Әлде біз тек жүрген екі аяқты жасанды маймылдарымыз ба адамның қалпында жүрген? Міне соны ойлау керек, әр қазақ соны ойлау керек. Өзгеріс қаласақ, өзгеріс жасату керек, атсалысу керек. Мінекей азаматтар шығып жатады, туды көтеріп жатады, күрестің туын сол қатарына тұрып, не өздерін басқарыңдар, қалай болса да, өз мүдделеріміз үшін күреспесек, ештеңе өзгермейді. Әсіресе мінекей мынау саясат, мына билікте отырғандар ешқашанда халықтың қамын ойлаған емес, ойлайтын түрлері жоқ. Мынау алдағы келе жатқан сайлау бұл арнайы операция, ешқандай сайлау емес, ешқандай халыққа мінекей сендер ал таңдандар елбасыны деп ондай әңгіме жоқ. Мынау фейк кандидаттарды қойып, Тоқаев өзін жаңағы қоямын деп нетіп отыр. Оның артында орыс әлемі тұр. Қайсысына Тоқаев қызмет жасап жатыр? Қазақ халқына емес, мынау Тоқаев гауляйтер орыс әлеміне қызмет жасап жатыр. Олигархтар тонап жатыр. Мінекей қазір көріп жатсыздар, беттері ашылып жатыр, бетперделері. Назарбаевқа көмек беріп жатыр. Олигархтарына. Өзінің ана аты мен баласына, қайын жұрттарына ресейлік. Бетперделері ашылып жатыр. Кеше мен енді жұмыстың жаңағы бір күрестің тәсілі ол ашкерлеу, талай адамдарды ашкерледім. Әрине жаққан жоқ, маған өкпеледіңдер, неге жамандай бересің, біз зиялыларды, Шахановқа не шаруам бар сен, Шаханов кім, сені тырнағына оны тұрмайсың деп. Міне Шаханов
кезектіреді. Мен 19 жылы оны ашкередім. Кезектіреді, тағы да шықты да, анау асты қоям Тоқаев келген кезде. Тоқаевтан шыншыл адам жоқ дейді жаңа. Қараңыз мынау нақұрысты. 80-нен асып, мынау нақұрыс Мұхтар Шаханов. Енді біз түсінеміз. 1986 жылы неге анау ашылған жоқ бұны несі құпия Назарбаев жасаған бәрін. Мынау 1986 жылдың жаңағы жүйенің қылмысы ол Назарбаев тұр. Міне, сол уақыттың Қазақ Республикасының КГБ, мынау қазақтың элитасылар, солар орыстардың нелеріне қаруына сол уақытта олар ОДКБ сияқты кірді де қазақтарды қырғызып, қараңызшы мына иттің жаңағы жоспарларын. Мынау Шаханов Сатқын сол уақыттан бастап саяси жезөкше жәлеп оны жасырды. А міне 80-нен асып Тоқаевқа жығылып жатыр. Басқалар да кеше кім шығып жатыр, кім әншілеріміз Роза Рымбаева, Баян Есентаева, бәрі спортсмендер, анау кім рукопашник, өздерінше бір батыр, өздерінше батыр бір. Кешегі анау олимпийский чемпион Ермахан Ибраимов. Бірақ сүмелектер сол қазақтың спортсмендеріне айтқым келеді. Мынау атам қазақтың Атам қазақ кезінде батырлар сыйлады не үшін? Олар батырлар ешқашанда байға, ханға қызмет жасаған жоқ. Қазақтың батырының рөлі біздің тағдырда, қазақ қоғамында ерекше, қашанда болса да қазақтың батырлары халықтың жағында болған, халықтың. Ал қазір мынау саяси жезөкшелер, мынау спортсмендер, боксерлер бәрі Тоқаев қанішердің қасында. Ал Тоқаевтың қанішердің деген мынау орыс сұм жүйе бірнеше ғасыр қазақтың қанын судай құйып жатыр. Қазақты тамырынан жұлып мәңгүртке айналдырып жатыр. Жақында мен телевизордан көрген бір претензия қойған журналист жиналыс болыпты спортсмендердің. Неге анау кіммен шықты? Қалай еді анау штангист Ильин бір нәрсе деген ба? Мәдениетсіздер неге орысша сөйлегенде неге қазақша оны мәжбүрлейсіңдер деп. Сонда анау Серік Сәпиев шықты, ешкім сөйлей алмайды ғой дейді. Бәрі орысша дейді бізде дейді. Спорт әлемінде біздің жаңағы мынау әсіресе мынау күрес, бокс 99,9 қазақтар. Ал сөйлейтін әңгімелері бәрі орысша, орыс әлемі. Қараңызшы масқара. Бәрі жаңағы көбісінің қазір вахабит жаңағы салафитке кіріп кеткен. Міне саясат неде жатыр. Бәрі сол Тоқаевқа жығылып жатыр. Тоқаев суай, сұмырай, халықтың жауы. Назарбаевтың да асып кетті, халықтың қанын қанша құйды. Өзенде құйды. Міне халқым, қарапайым халық, саған менің сөзім. Не күтіп өтсін? Блогерлері бар, миллион подписчик. Соларға бір подписка жасатып, олардың күнде әңгімесін тыңдап, оларға ақша салып беріп жатсыздар. Кеше анау Мұхамеджан Тазабеков деген бір пікір білдіріпті, жаңағы бір сорлы қазақтың қыздарына бетет сөйтет деп. Ол провокация, ол әдіс деген. Соған жаңағы коммент жазып, лайк, 40 мың лайк. Мұхамеджан Тазабеков иттің баласы, анау Бекболат Тілеухан екеуі, топас надандар. Бұлар кеше ғана арақ ішіп, тойларда жаңағы өлең айтып, столға шығып билеп жүргендер, аяқ астынан уағызшы болып кетті. Аяқ астынан мынау кәдімгі дәстүрлі дін дейді, жаңағы өздерінше барып лекция оқып жүр. Алаяқтар, қараңыздар, бұлар әскер жинап алды вахабиттерін. Міне неде жатыр әңгіме. Сіздер осылай отыра берсеңіздер, немқұрайлы осылай қарап, жаңағы Баян Есентаева, анан Мақпал Жүнісова, Роза Рымбаева, басқалардың жаңағы тыңдап, тойлап, біз алысқа бармаймыз ағайын. Біздің жағдайымыз қазірде нашар. Ал түбінеге барамыз. Мынау тағы да қайталаймыз, спортсмендер 99% бәрі қазақтар. Сұхбат бергенде журналист жиналғанда қазақша сөйлейтін адам жоқ дейді. Орысша сөйлейді бәрінде. Әскерді ал, полицияны ал, ұлттық қауіпсіздік комитеті ал, бәрі орысша сөйлейді. Үкіметті ал, парламентті ал, президент әкімшілігін, бәрі орысша, мәңгүрттер. Міне не жатыр мәселе. Ал бұл мәселені көтеріп жатқан мінеки саяси оппозициялық күш қана. Сондықтан міне қорытынды шығарыңдар, достарым, саясатқа назар аударыңдар. Қиын емес. Халық таңдау партияның қатарына кіріңдер, мына ссылка бойынша. 50 мың адам жинайық, соққы берейік, соққы. Бұл сайлау ертең бұл өте береді, 20 қараша неше 3 күннен кейін оған қатты мән беріп керек жоқ. Өзгеріс жасағымыз келсе, біз олардың тойына барып, біз тамада боламыз деп қажет жоқ. Мінеки 50 мың адам жинайық та, сосын күн тәртібін өзіміз
құрамыз. Күн повестка дня дейді. Өзіміз құрамыз да билікті қолға алайық. Сәлимаға сізге алғыс айтамын. Болашақта кездескенше сайлауды болдырмауымыз керек деп айту керек, Ержан. Сайлауды болдырмауымыз керек. Енді бұл болдырмау, бұл жөнінде ағай қараңыз, бұл бір жыл бұрын көтеріп жатқан әңгіме ғой, оны ешкімде көтерілген жоқ. Кеше мынау жүр Думан, анау кім Мұхаммед Кәрімі кеше бір сұхбат алып, бақылаушылар үйретіп жатыр дейді. 3 күн қалғанда бұл жерде кім шақырасын? Кеше ана мен сынға салдым, 2 қыркүйек күні шықты Абилов, Сәрсенбай, әме айттым, сендер қайда болдыңдар ертелеп? Немене 2 ай қалғанда секенде басыңдар? 2 айдың ішінде ешкімді үлгермейсің дайындауға. Әсіресе қазір 99 бағытқа бәрі шақырып жатқанда. Ұйықтап алады, соңғы шығады бір кезде. Енді солай ғой, енді көрдіңіздер ғой. Ал бұл жерде саясат көрдіңдер, жаңа спортсмендер, артистер, міне спортсмен, артист, мынау өнер саласының қызметкерлері, ғылым кешегі Асқар Жұмаділдаев, бүгінгі күн жаңағы мынау ғылым және білім, жоғары білім министрі Саясатбек Нұрбек, бәрі мына сұм жүйенің қызметкерлері. Сондықтан біз түсінуіміз керек. Бұлар билікте отырғандар және анау не дейді, азаматтық қоғам мүшелері, жаңағы артистер, қоғам қайраткерлері бәрі сатты бізді. Біз халық өзіміз қалдық өзіміз мәселемізбен. Сондықтан біз арамыздан саяси күш құруымыз керек та. Осы мен мақсатты көздеймін. Халық таңдау партияның туын көтердім дегенде арамыздан саяси күш құрып, партия, ол партия бүгінгі күннің әскері. Сөйтіп билікті қолға алу керек. Осы алдымыздағы мақсат осы. 20 қараша көзді жұмып ашқанша өтіп кетеді. Нақты жұмыс содан кейін бастаймыз. Себебі сіздер өздеріңіз көрдіңіздер сатқындардың бәрін. Мынау алаңда жүрген Мұхтар Шахановнан бастап, жаңағы Баян Есентаев, қайсын болса да, жаңағы Асқар Жұмаділдаев, бәрін масқаларын шешті бұлар. Бізге тіпті жақсы. Енді сіздер білесіздер. Сіздермен кім? Оңбаған адам. Ол жас 86 жылғаны жіберілді, төрағасы болып комиссияның, тілдің төрағасы болып, бәрі де қалды жайында, ешкім ешбір мәселені көтерген жоқ. Бірақ ана медальдарды, ақшаларды алғанда қолы бірінші созылып тұрады. Көрген адам ғой Шаханов деген. Саяси сауатты болайық, ағайын. Адамдарда қандай маман бар? Мысалы, ең маңызды маман бізге қазір қоғамға, қазақ қоғамына саясаткерлер. Қандай сен білімді бол бір салада, не ғалым бол, не жаңағы ветврач бол, медик бол, педагог бол, саяси сауатсыз болсаң, онда сені қай болса да біліміне, мейлі доктор наук бол, оның құны көк тиын. Сондықтан саяси сауатты болыңдар. Мына каналдың жаңағы бейнелерін таратыңдар, мен рұқсат берем, бәріне көшіріп, несін аласыздар ма, кішкентай отрывок дейді, толық бас салып тарата беріңіздер. Шындықтың сөзі халыққа жету керек. Сәлимаға рахмет сізге, келесі кездескенше қош сау болыңыздар. Жаса қазақ, еркін қазақ.